Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жемістер мен көкөністерден салат әзірлеу технологиясы. Сабағымыздың оқу мақсаты салқын тағамдар мен сусындарды әзірлеу технологиясын білу және қолдану, өзінің және өзгелердің жұмыстарын жетілдіру және адаптациялау бойынша конструктивті пікірлер мен ұсыныстарды білдіру. Сабақтың тақырыбы жемістер мен көкөністерден салат әзірлеу технологиясын меңгеру және қауіпсіздік ережелерін сақтау. Салат жаңа жиналған, шикі, асқан, ашытқан, маринадталған және тұздалған көкөністерден, сондай-ақ жеміс-жидектерден, ет, балық және тағы басқа өнімдерден әзірленеді. Алғашқы салатты римдіктер ойлап тапқан. Үлкен жиындарда, тойларда бал, тұз, сірке суы, май қосып тағамдарды ұсынуды әдетке айналдырған. Салото ұғымы тұздалған тағам деген мағына береді. Салатқа арналған бүкіл азық-түлікті ең алдымен жуып, тазалап, одан соң керегінше кесіп, тұзбен, сірке суы, лимон қышқылы, қаймақ немесе өсімдік майымен араластырып, салатымызды дайындаймыз. Оны дастарханға салаттың жапырақтарымен, петрушкалармен, помидор, қияр тіліктерімен, тағы да басқа заттармен әсемдеп, дастарханымызға ұсынамыз. Оқушылар, енді еркін пікір әдісі арқылы сұрақтарға жауап береміз. Салат дайындау үшін қандай азық-түліктер қажет? Көкөністен қандай салат әзірлеуге болады? Салат дайындау үшін қандай құрал-жабдықтар қажет? Не себепті көкөністер мен жемістерді күнде тұтыну қажет? Алғашқы салатты қай елдіктер ойлап тапқан? Салатты қалай әсемдеуге болады? Тамақ дайындауда мұқияттылықты талап ететін жағдай қауіпсіздік ережелері. Ас әзірлеуші жұмысына кіріспес бұрын гигиеналық талаптарға сай етіп, қолын сабындап жуу қажет. Тамақ дайындау барысында арнайы киім, алжапқыш, бас киім болғаны жөн. Ас дайындауда сақталатын ережелер күнделікті тұрмыспен байланысты. Сол себептен ас дайындамас бұрын керекті құрал-жабдықтарымызды, азық-түліктерімізді дайындап, алдын ала жуып, таза ұстауымыз қажет. Жұмыс жасау барысында кесетін, қажайтын тұрмыстық техникаларды байқап қолданған жөн. Оқушылар, бүгінгі сабағымызға тапсырма. Жеміс-жидектен салат әзірлеу технологиясын меңгереміз, көкөністерден салат әзірлеу технологиясын жазамыз. Және де қауіпсіздік ережелерін жазып, есте сақтаймыз. Назарларыңызға рахмет.